Asil Style Breakfast каналына қош келдіңіздер. Осы апта сіздердің назарларыңызға әрбір дастарханның сәні болатын дәмді, жеңіл, ингредиенттері қол жетімді порциондық десертті ұсынамын. Алғашқы қадамымыз шоколадты соус болмақ. Себебі бұл шоколадты соус 1,5 сағаттан 2 сағатқа дейін суыға уақытқа жетеді. Бұл үшін желатин, шекер, какао ұнтағын араластырып аламыз. Артынан су мен сүт қосылған қоспамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Какао қоспасын отымызға қоямыз. Отымыз орташа ыстықта болуы қажет және әрдайым араластырып, қайнағанға дейін отта ұстаймыз. Қайнағаннан кейін массаны суытуға қоямыз. Ендігі кезек мусстың өзінде. Ол үшін сүт пен желатинді араластырып, отқа қойып, қайнағанға шейін отта ұстаймыз. Массаның айырмашылығы какао ұнтағы бар массамызды қайнатып бар оттан алатын болса, сүтті массамызды қайнайын деп жатқан кезде оттан алып тастауымыз керек. Сүтімізді суыға қоямыз, бірақ қатты суытпаймыз, жылы болғаны бізге жеткілікті болмақ. Осы арада біз муссымыздың екінші бөлігін бастаймыз. Ол үшін қаймақ пен шекерді жақсылап араластырамыз. Шекер мен қаймағымыз жақсылап араласқаннан кейін кезек кілегейге келеді. Бұл жерде қолданатын кілегейіңіз ең аз дегенде 30% болмақ, және кішкене қоюланғанға дейін араластырасыз. Шайқалап араластыратын процесіміз аяқталды десек болады. Енді қаймақ пен шекер массасына қоюланған кілегейімізді араластырамыз. Бұл жерде ең төменгі жылдамдықты қолданасыз. Және кішкене бір-біріне масса араласқаннан кейін жайменде жылыған сүтімізбен желатин массасын үстінен құйып, ары қарай араластыруды жалғастырамыз. Бірақ өте маңызды, жылдамдық ең төменгі болу керек. Ал осы жерде біраз мұқият болғандарыңыз абзал, себебі біздің муссымыздың ішінде желатин болғандықтан масса тез қоюлана бастайды. Сол себепті арнайы алдын ала дайындаған ыдысыңызға муссымызды бөліп қойыңыз. Мусстың үстіне шоколадты соусты төкпестен бұрын мусс тоңазытқышта 30 минуттай қатаюы қажет. Біраз қатайған мусстардың үстіне қалауыңыз бойынша 3-4 ас қасықтай шоколадты соус құйып, қалағаныңыз бойынша әсемдейсіз. Мен бүгін гүлдермен әсемдедім, бірақ жеміс-жидекпен де керемет дәмді болмақ. Назарларыңызға рахмет. Әр сенбі жаңа рецепті өткізіп алмау үшін каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Кездескенше күн жақсы болғай.